ілім үйреніп, одан соң оны басқаларға үйретпеу мол дүние жиып, оны керегіне жаратпай көміп қойғанмен бірдей. Мұхаммед пайғамбар. Satellite coming down. 3, 2, 1. Педагог Макаренко менімен 10 шақты жас мамандар жұмыс істеді. Сондағы көзім жеткені, жоғарғы оқу орнын қаншалықты жақсы бітірсе де, қаншалықты талантты болғанымен, өз тәжірибесінде үйренбейінше ешкім жақсы ұстаз бола алмайды. Менің өзім де бұрынғы педагогтардан білім жинақтадым дейді. Мен Мелехова Марина Анатольевна. 2000 жылы 20 наурызда солтүстік Қазақстан облысы Шалақын ауданы Ысқақ Ибраев ауылында дүниеге келдім. 2006-2017 жылдар аралығында Мәркен Ахметбеков атындағы орта мектепте білім алдым. Кейін 2017-2020 жылдар аралығында Мағжан Жұмабаев атындағы жоғарғы колледжін мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша оқып бітірдім. 2020 жылы Астана халықаралық университетіне оқуға түсіп, 2023 жылы бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығын тәмамдадым. Бүгінгі таңда Қызылжар Абай орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі қызметін атқарамын. Тәлімгер жас маманның педагог ретінде қалыптасу мақсатында өзінің білімін, ойлауын, тәжірибелік іс амалдарының тиімділігін жеткізуде айтарлықтай қарқын алуына көмектеседі. Жас маман жұмыс жоспарының мақсатын, жас маманның теориялық білім-білігін практикамен ұштастырып, оның кәсіби шеберлігін шыңдауға ықпал етіп, сол орайда әдістемелік қолдау көрсетуге бағыттау. Осыған сай міндеттеріміз: жас маманға үздіксіз білім беруді үйретудегі қажеттіліктеріне жақыннан жәрдем беру, қиындық келтіретін мәселелерді шешу амалдарын көрсету және қолдауға бағыттау, оқушыларды білім беру мен тәрбиелеуде жаңа әдіс тәсілдерді қолдануына ықпал ету. Жас маманмен жұмыс жоспары 3 кезеңге бағытталды. Бірінші, жас маман туралы мәлімет толтыру. Екінші, сауалнама алу. Үшінші, тәлімгерлік жоспарын құру. Оқу жылының басында жас маманның бастапқы қажеттіліктерін анықтау және әдістемелік жұмыстың түрін таңдау мақсатында сауалнама алынды. Мәлімет толтырылып, жұмыс жоспары құрылды. Тәлімгер жас маманның педагог ретінде қалыптасу мақсатында өзінің білімін, ойлауын, тәжірибелік іс амалдарының тиімділігін жеткізуде айтарлықтай қарқын алуына көмектеседі. Жас маман жұмыс жоспарының мақсатын, жас маманның теориялық білім-білігін практикамен ұштастырып, оның кәсіби шеберлігін шыңдауға ықпал етіп, сол орайда әдістемелік қолдау көрсетуге бағыттау. Осыған сай міндеттеріміз: жас маманға үздіксіз білім беруді үйретудегі қажеттіліктеріне жақыннан жәрдем беру, қиындық келтіретін мәселелерді шешу амалдарын көрсету және қолдауға бағыттау, оқушыларды білім беру мен тәрбиелеуде жаңа әдіс тәсілдерді қолдануына ықпал ету.
тәлімгерліктегі басты ұстаным қызмет емес, қарым-қатынас болып табылады. Міне осыны негізге ала отырып, жас маманмен арамызда сенімді қарым-қатынас орнаса деген мақсатты ұстандым. Бекітілген жоспар бойынша кәсіби даму мен психологиялық, педагогикалық сүйемелдеу бойынша жұмыстар жүргізіп, ең алдымен нормативтік, құқықтық құжаттармен таныстырдым. Күнтізбелік тақырыптық жоспарды құру, оқу бағдарламалары мен оқу мақсаттарын жүзеге асыру, қысқа мерзімді сабақ жоспарын құру туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Білім класс платформасында күнтізбелік тақырыптық жоспар құру, қалыптастырушы баға қою, бөлім және 90-дық жиынтық бағалар қойып, сынып журналын реттеу бойынша жас маманға түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Жас маманға тәлімгерлік ету барысында мен өзімнің білімім мен тәжірибемді бөлісемін. Өз еңбек жолында айтулы жетістіктерге жету мақсатында өзінің кәсіби дағдыларын дамытуға бағыттаймын. Жас маман Марина Анатольевнаның 2 А сыныбында математика, қазақ тілі, жаратылыстану пәндерінен өткізген сабағында сабақтың оқу мақсатын жүзеге асыру мақсатымен тақырыпты меңгерту мақсатында бірнеше жаңа әдіс тәсілдерді қолданды. Сабақ барысында оқушылармен жеке жұмыс, ұжымдық, жұптық жұмыстарды ұйымдастыра білді. Оқушылар сабаққа белсене қатысып, жеке жұптық жұмыстар жүргізді. Жас маманның сабағына үнемі кері байланыс беріле отырып, сабақ кезеңдеріне сай әдістерді орынды қолдану мен сынып оқушыларының барлығын сабаққа тарту керектігін ескерттім. Оқушылардан алынған кері байланыстың маңыздылығын ұғындырдым. Сонымен қатар бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалауды жүзеге асыруды қадағалап, сынып оқушыларының білім сапасына көңіл бөлуді түсіндірдім. Мен бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан, маған 2 А сыныбына сынып жетекшілік атқарып, білім беру жүктелді. Сабақ өткізу барысында жұптық, ұжымдық, жеке жұмыстар жүргізуге тырыстым. Сонымен қатар әртүрлі білім беру платформаларында қызықты тапсырмалар орындап отырдық. Сабақ кезеңдеріне сай жұмыс жүргізуге тырыстым. Тәрбие іс-шараларына да көңіл бөлуді ұмытпадым. Мектебім мейірім мекені, қарттарым асыл қазынам, күз мереке, күз береке, салауатты өмір, тамақтану тәртібі, елімнің ертеңі тәуелсіздік, алғыс айту парызым, наурыз жыл басы атты, сонымен қатар экологиялық сағаттар мен жолда жүру ережесі жайында тәрбие сағаттары өткізілді. Мектебімнің алғашқы жылынан бастап әртүрлі іс-шараларға, байқауларға қатысуға тырыстым. Оның ішінде жас педагогтерге арналған дебют облыстық байқауының аудандық кезеңінің жеңімпазы атанып, 2 дәрежелі дипломмен марапатталдым. Мемлекеттік тіл менің тілім аудандық байқауында 1 дәрежелі дипломмен марапатталдым. Жас ұстаз табысқа апарар жол облыстық форумына қатыстым. Сонымен қатар оқушыларымның білімін шыңдау барысында Ақбота зияткерлік олимпиадасына, Жыр алыбы Жамбыл республикалық қашықтық олимпиадасына, абай оқулары, 1000 бала байқауларына қатысып, оқушыларым жүлделі орындарға ие болды. Мектепшілік іс-шараларға да белсене қатысуға тырысып, ең үздік алғыс білдіру байқауында 1 орын, Қазақстан Республикасы күні мерекесіне арналған әнім жырым саған туған ел атты патриоттық әндер байқауының 2 орын иегері атандық. Сонымен қатар мектепте өткен әртүрлі апталық 10 күндіктерге де белсене қатыстық. Айта кетерлік, Қазақстан халқы тілдері 10 күндігіне, бастауыш сынып 10 күндігіне белсене қатысып, мақтау қағаздарына 1 жылдық еңбегімді қорытындылайтын болсам, тәлімгерімнің көмегімен әртүрлі педагогке қажетті құжаттармен таныстым. Сынып жетекші құжаттары, оқушылардың жеке іс құжаттарымен жұмыс істеуді үйрендім. Ата-аналармен жұмыс, оқушылармен жұмыс, әртүрлі іс-шараларға қатысу, оқушылардың білімін шыңдауға арналған байқауларға қатысу арқылы көптеген жетістіктерге жеттік. Сынып журналын реттеу бойынша жас маманға түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Жас маманға тәлімгерлік ету барысында мен өзімнің білімім мен тәжірибемді бөлісемін. Өз еңбек жолында айтулы жетістіктерге жету мақсатында өзінің кәсіби дағдыларын дамытуға бағыттаймын. Мұғалім деген ат қасиетті. Мұғалім аты таза еңбекті сүйетін мамандық иесі деген мағынаны білдіреді. Елдің надандығымен алысатын адам да мұғалім. Сәбит Мұханов.